Саламатсыздар ма, азаматтар мен азаматшалар. Бүгін 12 қазан 2021 жыл. Менің атым Исмурзаева Жанна Квантаевна. Сізден сұрайтыным, кешегіде Алматылық сот заңсыз үкім шығарып тұр. Абай Бегенбетовке, Ноян Рахымжановқа, Асхат Жексебаевқа, Қайрат Қылышевқа, оларды 5 жылға бас бостандығынан айырып, түрмеге жіберіп тұр. Олардың тек жазығы ашық шындық айтқан үшін шірік билік кетсін деп Қазақстан жақсы өзгеріске келсін деп, сол үшін ғана осындай заңсыздық соттың актісі шығып тұр. Қазақстан халығы сіздердің бостандық үшін, сіздердің жақсы өмір сүру үшін, осы біздің Қазақстан патриоттарымыз Қайрат Қылышев, Асхат Жексебаев, Абай Бегенбетов, Ноян Рахымжанов түрмеде 1 жылдан астам отырған. Енді оған қарамай сот 5 жылға бас бостандығынан айырып тұр. Осы азаматтарымыз әр жанұясында кәмелетке толмаған 3, 4, 5, 6 балалары бар. Ноян Рахымжанов, Асхат Жексебаев, Абай Бегенбетов, Қайрат Қылышев, көп балалы әкелер, баспаналары жоқ. Өзіміздің қарапайым халықтан шыққан ер азаматтарымыз, патриоттарымыз. Сондықтан сізден сұрайын дегенім, бұл шірік биліктің бұйрығымен сот үкімі бұзылсын. Біздің нағыз патриоттарымызды бостандыққа шығарсын деп талап етуіңізді сұраймын. Халайық, требуем свободы нашим казахским батырам, которые ни в чем не виноваты и незаконно осуждены Назарбаевским карманным судом.